қандай сабақ? Қазақ. Жарайсыздар, отыра қойыңдар. Ал балалар, енді біздің көңіл күйімізді көтеру үшін, бүгінгі сабаққа жақсы қатысу үшін жақсы бір психологиялық ахуал орнатып алайық, иә? Қазір бізге тәттілерге болжам деп аталатын ойын ойнап алайық. Ал қанекей балалар, келе ғой. Қайсысын таңдайсың? Бүгін сен үшін жүлделі күн. Бүгін керемет сыйлық аласың. Жарайсың. Мектеп басшысы мақтайтын болады. Иә, сен бүгін мектеп басшысы мақтайды дейтін келе ғой. Анасы саған тәттісін сақтап отыр. Тамаша, анасы керемет тәттілер сақтап отыр екен, келе ғой. Бүгін сабақта жетістікке жетесің. Тамаша, бүгін жетістікке жетеді. Кел, кім шығады? Ең үлкен армандарың орындалады екен балалар, иә? Тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, қанекей үйге қандай тапсырма берілді? Иә, сотқа мысық туралы естіп келбіргеді мәтін жазып келген болады. Қанекей қыз оқиды, қол көтеріп сабаққа қатысамыз. Оқу ғой. Аулада ойнап жүрген мысық кірпіні көзі шалып қорқыта ендегі аяқтарын қасына тақады. Ауылды аяғымен кірпінің арқасынан салып қалды. Мысықтың аяғына тікен кіріп қан саулады. Тікен кіріп аяғын қозғата алмаған үйіне әргімді. Қасына тоқтап тұрды, көріп еді, қозғалта алмады. Кірпі қозғалмаған соң аяғымен қатты салып қалып еді, мысықтың аяғынан қан саулады. Іс-әрекетіне өкінеді, мысық үйіне әзір жетті. Жарайсың, отыра. Осы жерде біз дара және күрделі жетістіктерді табайықшы, осы мәтіннің ішінен кім табады? Әзер жетті. Әзер жетті, қол көтеріп айтамыз, иә? Қозғалта алмады. Қан саулады. Қан саулады дейді, саулады дейді, тағы. Әзер жетті, тағы. Ойнап жүр. Осының ішінде дара және күрделі жетістіктер бар ма? Бар. Бар, иә? Ал енді балалар, дара жетістік дегеніміз не? Кім айтады дара жетістік дегеніміз не? Айта ғой, кән. Дара жетістік дегеніміз бір жетістіктен құралатын сөз. Иә, дара жетістік дегеніміз. Мысалы, жүгірді, жазды, оқыды, күлді. Жарайсың, отыра ғой. Жетістік дегеніміз 2-3 жетістіктен тұратын сөз. Мысалы, жүгіріп жатыр, ойнап жатыр, күліп жатыр. Жарайсың, отыра ғой. Бұрын топқа бөлініп алайық, келіндер топқа бөлініп алайық. Бізде 2 топ жабайы құстар және үй құстары деп аталатын топ бойынша жұмыс жасаймыз каналы бойынша. Тақырыбымыз дара және күрделі жетістіктерді ары қарай толықтыратын боламыз. Және бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіннің тақырыбын және ондағы негізгі ойды анықтаймыз. Сонымен қатар қатені табамыз және оны түзетеміз екенбіз. Ал енді балалар, қанекей кітабымызды ашайық. Кітабымызда 38-ші жаттығуға қараймыз. 38-ші жаттығуда не істеуіміз керек екен? Мәтіндегі негізгі ойды анықтаймыз. Дұрыс. Мәтінді негізгі ойды анықтаймыз, мәтінге ат қоямыз, жетістікті табамыз. Е, балалар? Енді ол үшін қазір біз 2 топтық жұмыстар орындаймыз. Жабайы құстар тобы. Сіздер бұл жерде мәтінді оқып, оның ішінен негізгі ойды анықтайсыңдар және мәтінге ат қоясыңдар. Ал екінші топ үй құстары болса, мәтіннің ішінен жетістіктерді табамыз. Түсінікті ма? Бұл әдісі бойынша орындаймыз. Кәдімгі оқимыз, оқып шығамыз, тез мәтінді оқимыз балалар. Оқыңдар.
Kim dayın? Qo'ng'iroq so'g'amiz, ya? Bo'ldi, to'xtaymiz. Bo'ldi, vaqt bitdi. Bo'ldi. Qaniki, kim birinchi bastaydi? Jabay qistar to'g'ridan bastaylik birinchi. Al, o'qib ayta qo'y. Bu yoqdan Mening o'yimcha birinchi to'xtaysiz. Meni o'yimcha bu matn maqtanchoq turali Yurak turali ekan, ya? Uy topshirmasina 1 ball, birinchi topshirmaga 3 ball, ikkinchi topshirmamizga 2 ball, uchinchi topshirmamizga 2 ball, және to'rtinchi topshirmada 2 ball qo'yamiz, ya? Endi kelesi topshirmamiz bizga baliq juftlik жұмыс ретінде орындаймыз. Bizning 39-jatuga qaraychi kitobdagi. Ya? Qani, mаған mөлдір o'qib berishni deydi. Aqirib qo'yasizlar mіндетті түрде. Sen birinchisin yozding, ya? Kim? Taqirbi qo'yanlar sermen dedi. Anasi sho'p berdi. Anasi sho'p berdi deydi. Sho'p jo'g'ib yuritdi, ya? Qo'yanlar siqilgan tovushdan qo'rqibdi. Qo'yanlar ayuga qarab tur. Qo'yanlar ayuga qarab tur ekan, oldida ayu bor deydi. O'qiy qo'y. Qo'yan analarga bolalari ulkan sabiz ko'rdi. Ulkan sabiz ko'ribdi deydi. Analari men sho'p dedi. Anasi men balasi sho'p yedi. Tamosha. Endi qani biz baqlov parag'i bo'yicha o'zimizning balimizni yurgizib qo'yamiz. Ya'ni bizga matnga nima qilishimiz kerak edi? Surat bo'yicha angma qurashtirib yozishimiz kerak edi. O'g'il 2 ballga beramiz. Sertu sarti o'tkazib berdik. Barxillarda degan qustардың da'vosini aniqlaymiz-kan? Keyin. Da'vosi qalay chiqadi ekan, so'ni aniqlaymiz-kan? Bizga Jabay qustar to'g'ri kelib birinchi aniqlaydi. Kelinglar bolalar. Birinchi bizga shiqildadi degan so'z chiqdi. Ne shiqildadi? Qaqildadi dedi. To'rg'ay. Qara. Basar. Bu yerda biz so'zlarni, qate yozilgan so'zlarning qatesini aniqlab, uni jo'ndaymiz. Tushundingmi? Qaniki kasb olishni barimiz bir deyishimiz kelgan bolalar, kela qo'yinglar. Hozir qozoqcha yet adisi. Bu yerda biz kasb o'zimlik to'ptiq жұмыс o'rindaymiz. Bolalar, bizda qateмен berilgan so'zlar bor. Сол сөздердің қатесін түзетуіміз керек, е? Kan 1, 2, 3 бастайық. Қаны, енді қатемізді тексереміз. Bir айналамыз. Қате дұрыс. Сен тоқта. Сен атешке, сен үйретте тұр. Қанат қойып кетеміз, е? Дұрыс болса. Дұрыс па? Тағы бір айналамыз. Тағы бір айналамыз. Кел, сен мұнда кел. Сен атешке кел. Дұрыс па? Қанат қоямыз. Тағы бір қылжаймыз. Өз орнымызға барамыз сөйтіп. Тағы жылжаймыз. Дұрыс емес па, дұрыс па? Дұрыс емес дейді. Дұрыс емес дейді. Қан? Дұрыс. Тағы жылжаймыз. Болды, өз орнымызға келдік, е? Енді тексерейік. Сауысқан сөзі дұрыс дейді, барлығы дұрыс депті. Яғни қандай әріп қойдық? Қойдық. Бұны жазған кім еді? Мөлдір жарайсың. Енді тауық сөзі бұл жерде қ деген әріп
қойыпты. Бәрі дұрыс деген таңба қойыпты. Дұрыс екен, иә? Енді келесісі кәні балапан дейді. Балапанда барлығымызда не қойыппыз? Дұрыс па? Дұрыс. Қанат қойыпты бәрі. Дұрыс екен. Келесісі. Сенден дұрыс, барлығы дұрыс деп белгілепті. Қандай сөз екен? Оқы. Үйрек. Яғни ұдың орнына не қойдық? Қаны сен айта қойдық. Аның орнына? Әлі қойдық. Бәрі дұрыс деп ба? Дұрыс депті. Қ деген әріп болды. Сен қ деп қойыпсыңдар. Көрінген ма? Ал енді жарайсыңдар. Кім дұрыс орындады? 2 балға көтереміз. Отыра қойыңдар. Дара және күрделі етістіктерге байланысты тапсырма орындаймыз. Отыра қойыңдар. Кәні бұл жерде біз жабайы құстар тобы тұрсыншы, бірінші жабайы құстар тобы тұрсын. Сендер қазір күрделі етістікті табыңдар, е балалар? Кәне қол көтеріп айтамыз, е? Айта қой. Ойнап жүр күрделі етістік. Дұрыс дейді. Ойнады дара етістік. Жоқ, біз тек қана күрделіні табамыз, балалар. Айтып отыр күрделі етістік. Айтып отыр. Жүгіріп жүр. Жүгіріп жүр. Барып келді күрделі етістік. Барып келді. Билеп жүр. Билеп жүр. Ұйықтап жатыр. Ұйықтап жатыр. Тарта алады. Тарта алады. Тамаша. Оқып жүр. Оқып жүр. Жазып отыр. Жазып отыр дейді. Ойнап отыр. Ойнап отыр. Ұйықтады. Болды балалар, таптыңдар барлығын. Жарайсыңдар. Тамаша. Қолын қойыңдар. Кезекпен айтамыз. Тартты. Оқыды. Ойнады. Ойнады. Биледі. Келді. Дұрыс. Келді. Жазды. Жазды. Келді дейді, сосын Жазды. жазды дейді. Дұрыс тұрды ма ұяшықтарға? Барлығы ұяшыққа дұрыс тұрса, онда біздің айтқанымыз не екен балалар? Дұрыс екен, иә? Жарайсыңдар, кәні қолыңызды шақалақтап қоямыз. Тамаша. Енді алдарындағы бағалау барағын белгілеп қойыңдар. Бізде қазір бол тапсырмасына біз қанша бал береміз, балалар? 2 бал. 1 балдан береміз, кәні 1 балдан беріңдер. Тамаша. Енді қазір осы тапсырманы орындағанымыз үшін бәріне 2 балдан береміз. Себебі бәрі дұрыс орындадыңдар. Кәнекей балдарды қойып қойыңдар. Тамаша. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейік. Сонымен балалар, дара етістік дегеніміз не болды сонымен? Дара етістік дегеніміз айта болды. Дара етістік дегеніміз бір етістіктен тұратын сөз. Мысалы, ойнады, күлді, жинады. Жарайды, отыра ғой, жарайсың. Күрделі етістік дегеніміз мөлдір айта қойса. Күрделі етістік дегеніміз 2-3 сөзден құралатын сөз. Мысалы, ойнап жатыр, күліп жатыр. Ойнап жатыр, жазып жатыр. Күрделі етістік дегеніміз не сонымен? Күрделі етістік дегеніміз 2-3 сөйлемнен құралатын етістіктен құралатын сөздер. Мысалы, жазып жатыр, келе жатыр. Салыстыңдар, міне бүгінгі жабайы құстар тобына жалпы бізде барлығы дұрыс жауап бергендіктен жарайсың, отырады, жарайсың. Ал енді балалар, үйге тапсырма аламыз. Біздің бүгінгі тапсырмамыз 41-ші жаттығу. Үйге күнделіктеріне жазып алыңдар. 41-ші жаттығу. Бүгінгі сабағымызға бәрін жақсы ат салыстыңдар. Бәріне жақсы қатысып отырды. Және Маржан да сабаққа тамаша қатысып барлық балды түгел жинапты. 10 бал береміз. Тамаша балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.